Бұл әйел өзін әдемірек ету үшін пластикалық операция жасатпақ болады. Бірақ ол ота үстеліне жата салысымен дәрігер мен оның көмекшілері оны қоршап алып, түсініксіз бір дұғаларды оқи бастады. Жасалып жатқан нәрсе кәдімгі хирургиялық әрекеттен гөрі біртүрлі құрбандық рәсіміне көбірек ұқсайтын. Бірақ ойлану үшін тым кешеді. Наркоз әсер етіп, Энна есінен танып қалады. Операциядан кейін ол қатты ауырсынудан өзіне өзі қарай алмайтын күйге түсті. Тіпті дәрісін ішуде қиынға соқты. Қызы анасының мұрнында біртүрлі өзгеріс барын байқап, таңғыштарды алып не болғанын көргісі келеді. Бірақ Энна бұлай істеуге болмайтынын айтады. Дәрігер уақытынан бұрын шешсе, операцияның нәтижесі бұзылады деп ескерткен. Келесі тексеріске келгенде дәрігер бәрі дұрыс өтіп жатқанын, бірнеше күннен кейін таңғыштарды алуға болатынын айтты. Ол сондай-ақ оған пластикалық операциядан кейінгі адамдарға арналған оңалту орталығын ұсынып, онда науқастар жиі бас қосып түрлі шаралар жасайтынын жеткізді. Энна бұл жаңалыққа қуанады, бірақ қызы бір жамандықты сезгендей мазасыздануда. Ол зерттей келе бұл хирургтың мүлде медициналық лицензиясы жоқ екенін анықтайды. Соған қарамастан Энна қызының сөзіне құлақ аспай, келесі күні реабилитациялық орталыққа барады. Онда думанды кеш жүріп жатқан еді. Ең таңғаларлығы, бетінде таңғышы бар жалғыз адам Энна ғана болды. Дәрігер қалғандарының толық қалпына келгенін және бәрі Эннаның таңғышсыз түрін көруге асығып жүрген екенін айтады. Энна көпшіліктің алдында таңғыш шешуге қысылды, бірақ әдемі болам деген ойы басым түсіп, еркінен тыс келіседі. Сол түні барлығының көзінше ол таңғышын шешіп тастайды. Алайда айнаға қараған сәтте